короче, Шерхан жігерді алып кеткен екен ғой, Ақботан баласын. Сонымен, короче, ойбай деп интересно шығып қалып, сонымен көрдім. Ұзақ уақыт қосаяқты мүлде. Пысымылда. Тырда жер тесік екен. Машинамның дөңгелегі түсіп кетті. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Сонымен көрем. Ойбай, ағыл тегіл жылап ана жерде мен. Кәдімгідей әсер алдым. Өте жақсы барлығы қойылымдарын қойдым. Білмеймін енді қайсы отатыны, шынымды айтса мен бүйтіп айта алмаймын. Бірақ маған жаңағы Нұржан деген баланы ұнады, күлдіріп, сондай әзілмен, сондай болды да. Енді жыланышты болғандары да прям ондай жүрекке тиді, енді батты действительно барлығы. Прям барлығы күшті ниетті алып шықты, что жаман бал ешкімге жаман баға деп қоя алмас едім мен. Өте жақсы барлығы. Молодцы. Рахмет айдасылай. Атыраудан сәлем, қалыңыз қалай? Алла жұмысыңыздың берекесін берсін. Еңіз тезірек бітіріңізге тілектеспіз. Шайлышым қаладан сәлем. Шахиризада, рахмет сізге. Аумин. Актриса болсаңыз дым уақыт болмайды екен вообще дейді. Айтпаңыздар, мен күшті менің ана сериалымның сценарийі деген басымда пісіп тұр ғой, пісіп тұр. Каждый деталь мелочына дейін ойластырып қойдым, просто соны түсіру керек болып тұр маған енді. Сол ойлап тұрмын да, қанша бюджет кетеді екен, оған қанша миллион ақша керек екен кино түсіруге деп қоямын. Оны монтаждайтын адам керек. Не істесем болады екен, короче, ой, маған сондай сериал жасау керек болып тұр. Оны ютубқа жүктесем, сұмдық көресіздер ма? Зухраның түсірген сериал деп көретін шығарсыздар, иә. Ютубтан просмотрым күшті болып кетсе, сосын ютубтан ақша тапсам, сөйтіп жаңа шыққан шығынымды қайттан шығарып алсам, иә. Вообще сондай ойлар менде, басымда сондай пісіп тұр. Жолға қараңыз, байқаңыз дейді. Рахмет, энергияңыз ұнай дейді, рахмет. Тренинг платный жасаңызшы дейді. Ой, бұл қандай тренинг жасаймын мен? Мен әлі ол тренингті жасау үшін мен деген фокусымды соған бұру керекпін, ойлау керекпін, жазу керекпін, сызу керекпін. Пока что вообще уақыт болмай жатыр. Сондықтан пока что я хочу вообще этим сериалом заняться, потому что маған сол сериал прям түсіргім келіп тұр, шынымды айтсам. Қатты түсіретін желание болып тұр менде. Зухра өте әдемі. Зухра ханым, саламатсыз ба? Сізді Москвадан күнінде қарап отырамын. Өте қарапайым адамсыз дейді. Сарсенова жаным, Москваға жалынды сәлем. Сізге көп рахмет. Жылы сөздеріңізге, қолдауларыңызға көп рахмет. Актриса болсаңыз дым уақыт болмайды екен дейді. Я оны оқыдым. Тұздыбастаудан. Тұздыбастау бар ғой, Белбұлақ, Тұздыбастау деген. Сол жерде қазір Тұздыбастауда коттеджный городоктар барлығы. Бізде таунхаус, біздің алдымыздағы үйлер ол виллалар. В общем, бизнес-класс өте күшті үйлер, маған қатты ұнады. Өзім ғашық болдым. Сол жерден алғам. Дильноза, сіздің жазғаныңызды оқыдым. Дауыста оқымай ақ қойын, елерде қашқар. Люблю вас. Қай уақыт кірсеңіз де берекелі болсын дейді Дамира ханым. Көп рахмет жаным. Сәлем. Сізді күнде көрем, қызық стористеріңіз дейді. Ой, айтпаңыздар, менің сторисім деген сериал ғой, сериал. Үнді киносы отдыхает. Бұнандай шрифтармен жазып сала берем ғой мен. Как есть. Сол өзіңізге кім қарайды дейді. Өзіңізға кім қарайды? Қызыңызға? Өлі оқимадым, Жанар ханым, қызыңызға дейсіз бе? Менде қыз жоқ қой. Менде екі ұл, Осман, Ерасыл, үлкен ұлым, екіншісі. Қалайсыз? Сәлем, Зухра дейді, красавица дейді. Жиренбай, толқын дейді, қалайсыз? Я күтіп отырамын сіздің стористеріңізді дейді. Рахмет. Алла тек жақсы күндеріңіз көп болсын дейді. Рахмет. Осымша кино түсірсеңізші дейді. Негізі кино түсіру ойымда барша. Негізі менде сюжет, сценарий барлығы бар. Енді оған қанша бюджет кетеді екен білмеймін. Ну, прям қатты желанием бар кино түсіруге, сериал түсіруге, бір где-то бір 10-15 сериал түсіргім келеді. Скоро бір кино түсіретін бір жігіт бар еді, сол жігітпен декабрьдің басында кездесем, Қостанайға ұшып барып келейін деп отырмын. И өзімді актриса сферасынан жаңағы хочу попробовать, почему бы нет деп жатырмын да. Менің қолымнан бәрі келеді ғой. Мен бір нәрсені алдыма цель қылып алсам, вижу цель, не вижу препятствий деген нәрсе ғой менде. Если я загорю этим, то это обязательно непременно будет. Сол үшін мен қазір бұйырсам
не болам деп отырмын, актриса болам деп отырмын. А чё, неге болмасқа, неге көрмеске? Сол ақылыңа көркі сай дейді жаным. Сериал түсірсеңіз үзбей қараймын ғой дейді Раяна. Жаным, рахмет сіздерге. Таунхаусқа қанша ақша кетті? Таунхаустың өзінің 70 миллион қалдым, ремонтына 70 миллион кетті. Ақбота екеуің киноны жынды ойнайсыңдар дейді. Рахмет. Я кайфую дейді. Рахмет. Естідіңіздер ма? Міне осындай комплименттер. Пробка даже не емес болып жатыр, настроением түсірмейді. Ханым қолдап жатыр ғой, главный Гаухар ханым. Болды ғой, бұл қолдаудан кейін бүгін 9 бал алайын деп тұрмын, бүкіл балды алайын деп тұрмын мен. Және де кез тағы да бір сторис салып кетемін. Далада елдер қалай қолдап жатыр. Салам. Мына жақта кетіп бара жатсам, Абылайхан деп айғайлап жатыр. Ана еді. Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба? Бәріқтен. Сөйтіп қолдаймыз деп жатыр да. Достар, Қазақ, Қырғыз, Өзбекстан, Қарақалпақстаннан мені қолдап жатқан ағайын, бауырлар, сіздерге көп рахмет. Аллах разы болсын. Мен шынында миыма кіріп шыққан жоқ, мен бұндай қолдау болады деп. Шынымен басым деймін сіздердің қолдауларыңызға. Енді сіздерден тек бір ғана сұрарым. Маған еш нәрсе керек емес. Шынында, расында еш нәрсе керек емес. Еш нәрсе жіберудің де қажеті жоқ. Тек мені QR арқылы дауыс беріп қолдасаңыздар, және де комментарийға бір ізгі тілектеріңізді мен бар жерлерге жазып кетсеңіздер, маған сол жетеді. Рахмет.